Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен керемет болып шығатын бисквитный торт әзірлейтін боламын. Каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз жұмыртқадан бастаймыз. Жұмыртқамыз салқын температурада болу керек, себебі біз оны ақ уызы мен сары уызынан ажыратып аламыз. Ал енді ыдысымызға келек. Ыдысымыз құрғақ, таза болу керек. Бір тамшы су, май, ешнәрсе тимеу керек. Ал енді ақ уызымыз бен сары уызымызды ажыратып алатын боламыз. Міне осылай бөліп алдық. Енді сары уызымызға қантымызды қосып, ақ уызымызды миксерлеп жатқан кезде қантымызды араластыратын боламыз. Мына жерде миксердің венчиктері өте құрғақ болуы тиіс. Дұрыс шайқалғанын білу үшін қолымызды осылай істегенде өзінің формасын ұстап тұру қажет. Сары уызымызды осылай ағарғанша миксерлейтін боламыз. Екеуін осылай араластырып болғаннан кейін ақ уызымызды сары уызымызға осылай салып араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды, өйткені бисквитіміз көтерілмей қалады. Сол себепті осындай силиконды күрекшемен араластырамыз. Енді ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды қосып, мен үккіштен өткізіп дайындап қойдым. Осылай жай видеодағыдай араластырып шығатын боламыз. Бір келі қығып араластырасыздар. Енді бисквитімізді мен осындай 24 сантиметрлі табамызға салдым. Бисквитіміз тегіс болу үшін осылай істеп шығамыз. Енді осыны қызып тұрған пешке 180 градуста 30-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне бисквитіміз дайын болды. Піскен-піспеген білу үшін осылай ағаш таяқшамен арасын тесіп шығамын. Алғаннан кейін осылай темір сеткаға аударып қоямын, формасын сақтау үшін. Бисквитіміз суыды. Енді жан-жағын осылай видеода көрсетілгендей пістеп шығасыздар. Осылай табадан босатып аламыз. Мен бисквитімді осылай 3 бөлікке кесіп алдым.
Ал енді креміне кірсек, мен креміне 33% кілегейді қолдандым. Бірінші кілегейімді 10-15 минуттай араластырып алғаннан кейін үстіне творожный сырымды және сахарный пудрамды қостым. Енді тортымызды жасауға кірісеміз. Мен арнайы осындай темір қалыпта тортымызды жасайтын боламын. Кремдерімізді осылай аз-аздан жағып, коржықтарымызды жинаймыз. Тортымызға дәм беру үшін мен осылай жасыл түсті желені пайдаландым. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша пайдалансаңыздар болады. Кремімізді толықтай жағып болғаннан кейін мен вафельный кружканы осылай әсемдеуге қолдандым. Сіздер қолдансаңыздар болады, өте керемет болып шығады. Міне біздің бисквитный тортымыз дайын. Өте жұмсақ, өте дәмді болып, керемет болып шықты. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.